Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз түсті орамжапырақ пен тауық етінен стейк жасайтын боламыз. Ол үшін бізге экранда көрсетілген ингредиенттер қажет. Бірінші түсті орамжапырақты дұрыстап кесіп аламыз. Орамжапырақ енді бірдей болып кесілмегендіктен, кейін оны дұрыстап өзіміз жинап аламыз. Пештің ыдысына қағазымызды төсеп, майды осылай жағып аламыз. Кейін оның үстіне бағанағы кескен түсті орамжапырағымызды жинай бастаймыз. Тауықтың жарты төсін жіңішке етіп турап аламыз. Менде арнайы құрылғы болмағандықтан, қолымдағы пышақпен тауығымызды жұмсарту үшін осылай ұрып шықтым. Енді тұздығымызды дайындаймыз. Ол үшін 2 сарымсақты чеснокка дақпырдан өткізіп, 2 шай қасық горчица қосамыз. Және де 1 шай қасық тұз қосамыз да барлығын араластырамыз. Әр қарай 2 қызанағымызды турап, қалауыңызша укропты да қоссаңыз болады. Тұздығымызды түсті орамжапырақтардың үстіне дұрыстап жағып шығамыз. Одан кейін үстіне тауық төстерін әдемілеп қойып шығамыз. Енді кесіп дайындап қойған қызанақтарды тауық етінің үстіне әдемілеп қойып шығамыз. Қызанақтың үстінен укроп немесе өз қалауыңыз бойынша специялар немесе басқа да шөпті қойсаңыз болады. Енді жасаған стейкімізді 190 градусқа дейін қызған пешімізге саламыз. 20 минут пісіруіміз керек. 20 минуттан кейін стейктерімізді шығарып, бетіне ірімшікті әдемілеп сеуіп шығамыз. Енді стейктерімізді қайтадан пешке салып, тағы да 20 минут пісіреміз. Мінеки біздің стейктеріміз дайын болды. Дәмі өте дәмді. Тіпті саусақтарыңызды да жеп қойыңыз келеді. Жасап көріңізге кеңес беремін. Әсіресе арықтап жүрген адамдарға өте жақсы рецепт. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін мың алғыс. Міндетті түрде каналыма жазылып, лайк басып, қалдыруларыңызды сұраймын. Кездескенше сау болыңыздар.